Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы, Бейнеу қаласы ғой. Қашаған көшесі, 6 июнь 2025 жыл. Пешеходный переход таптым бір жерден. Так, енді жердің сызықтары өшіріп қалған. Бірақ енді бұлай өту үшін ар жақта знак жоқ. Мына жерде бар. Бұлай қарай өтіп бара жатқан машинаға бар. Ар жақтан бері қарай жатқанға знак жоқ. Мен жүріп қараймын, машина басып өлтірсе, куә боласыздар. Міне пешеходный переход. Бұл жақта мынау пешеходный переход, мен сізге көрсетем. Ана машина алыстай жатыр, мына жерде знак жоқ. Мына жерде өтетін жерде жоқ. Тротуар қаралмағанда. Мына қай жерде тұрған көріп тұрған, мына ұзын дом ғой баяғы. Так, мына жерден өтесің деген, мына жерден қалай өтсең олай өтті ғой жағы. Мына жерде знак жоқ. Ешқандай знак жоқ. Мінекей. Бұл жақта знак жоқ, бұлай қарайда жоқ. Бірақ ар жақта бар. Сонда анадан өтіп келе жатырғанда, мына жақтан келе жатырған машина басып өлтірсе, кім кінәлі болады? Водитель айтады ғой сосын, мен пешеходный переход көрген жоқпын дейді. Көріп тұрсың ба? Бұл жерде мен өтіп кетсең, бұл машина қарамайды сен. Осындай Бейнеу ауданы қоғамдық кеңес мүшелері халықтың пікірін ескере отырып шешім қабылдау қағидаттары дегенде ашықтық, жариялық дегендер бар ғой сөздер. Соларды орындағандарың жөн болар.